достар, сіздермен бүгін дәл осындай шоколадты капкейктер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттардың барлығын мен описанияға жазып қойдым. Ең алдымен құрғақ заттарымызды, сосын сұйық заттарымызды үлкендек бөлек ыдысқа араластырып аламыз. Дәл осылай барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң құрғақ заттарымызды қосамыз. Бізде мінекей мынандай қою масса пайда болады. Енді осы массамызды қасықтың көмегімен формамызға құйып алатын боламыз. Менде мынандай темір форма болғандықтан мен жұқа капсулаларды пайдаландым. Егер бұндай болмаса, кәдімгі капкейкке арналған капсулаларды пайдалансаңыздар болады. Мінекей енді дайын болған капкейктерімізді 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Піскен капкейктерімізді сыртқа шығарып қоямыз суығанға дейін. Біздің дайын капкейктеріміз мінекей осындай керемет піседі. Енді біз креміне кірісетін боламыз. Ол үшін бізге творожный сыр қажет болады. Менде каллехтің творожные және закрома сармайы. Не үшін закрома? Именно 80-82% сармайлар болса, креміңіз әдемі және дәмді шығатын болады. Оның үстіне сахарный пудрамызды салып, осы қою массаларымызды жақсылап араластырып аламыз. Сонда біздің креміміз ешқандай іртік болмайтын болады. Үстінен сливкімізді құйып, біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған кремді мен 3 бөлікке бөлдім. Және оның біреуіне жасыл краситель, екіншісіне розовый краситель қостым. Менде топ-декордың красительдері. Енді сіздерге бір лайфхак, мешоктың басын тура осылай кессеңіздер, насаткасы сақ жапырақтың формасын шығаруға болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарап, капкейктерді әртүрлі гүлдердің пішін жасауға болады. Немесе дәл осылай насатканың көмегімен осындай формалар шығаруға болады. Мынау біздің жаңағы жасаған, мешоктан жасаған насаткасыз шығаратын жапырақтарымыз. Мінекей дәл осындай әдемі жапырақтар шығады. Мінекей осымен біздің капкейктеріміз дайын. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда сіздермен тағы да бұдан да керемет рецептермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.